5 ауыз сөз. Бірінші, Алланың жіберген әр сынағына шүкір ет. Ең бастысы, денің, аяқ қолың сау. Өмір бірақ беріледі, ал мүмкіндік көп. Тәубеңе келіп жүр. Тәубешіл пендесін Құдайда сүйеді. Өтіп жатқан өміріңе шүкір ет. Сенен де қиын жағдайда жүрген адамдар бар. Әр атқан таңа тәубе, атқан күніңе шүкір де. Ол ғажайыпты көре алмай жүрген зағиптар қаншама. Екінші, айналаңа сүйсіне, тамсына қаралай жүр. Осы тіршілікке ғашық болып ғұмыр кеш. Бұл жалған уақытша ғана. Көкірек керіп тепсіне берме. Қандай мықты болсаң да, көкірегіңді көр топырақтың зілі басатын ұмытпа. Бұл 5 ақ күн жалған өмір. Өзгемен алысып жүргенде өз бақытыңды мен уақытыңды өткізіп аласың. Шаршадым деме, ол күпірлік. Шаршағанды көрсетейін, білмей жүр екенсің деп бейнетіңді еселей берсе, не істей аласың? Үшінші, басыңды қандай бұлт шалса да тырс етпе. Құдайдың дегені, Алланың пешенеге жазғаны бар, қашып құтыла алмайсың. Жыланып, жала жауып жауласа берме, бәрі көкте жазулы тұр. Шыр айналдырып әкеліп, өзінің басыңа бір күні барлық жақсылықты үйіп төгіп бере салады, немесе қалың сорды. Алланың зікір қылып, жүректі де, жаныңды да тыныштандыр. Алла сұрма, жанталаспа, ешкімнің нақақ көз жасы мен наласын арқалама. Жалғыздың үнін Құдай ғана естиді. Мен жалғызбын деп қамықпа. Төртінші, жамандыққа жақсылықпен жауап бер. Кектеніп, өшпенділікпен өмір сүру өз туған перзентіңді тамырының өз қолымен шапқанымен тең. Өз сәтсіздігің мен бақытыңды өзгеден көрме, өзіңнен ізде. Жасаған жақсылығың кей пенделерден жамандықпен қайтады, оған сен дайын бол. Бесіншісі, үлкен жақсылық пен байлық келерде Алла сені аямай сынаққа салады. Төзімің мен шүкіріңнің салмағын байқайды. Аспаннан 60 түрлі пәле жауса да Құдайдан үмітіңді үзбе. Пенделер адасады, шатасады, ұрысады, қырылады. Ақыр соңды өзгеге не қылды, соны өздері арқалап қайтады. Құдайсыз қурайда сынбайды, қарда жаумайды. Ендеше ауырды да, жеңілді де көтере біл. Кешірімді болайық. Алла тағала баршамыздан разы болып, пендешілікпен біліп, білмей жасаған күнәларымызды кешірсін. Осыны жақын адамдарға, достарыңа, бауырларыңа таратыңдар, ғибрат алсын.